сонда төртеуі туылғаннан кейін балаларының жас кезінде Қытай биге өз бүркіті өзі түсіп қайтыс болды. Содан Төлгетайдың жаңа тәрбиесінде алды. Сонда Садыр туралы сұрадым ғой, неге осылай деп айтты. Сол кезде қожалар айтты, Садыр деген мына діни білімі өте жоғары адам болды. Сондай діни білімі өте жоғары адам болған. Содан ел, ей Садыр, сен жарадың, сен ана қаридан, ұстазыңнан астың деп анауды айтады, анауды айтады. Сөйтіп жүргенде мен пенде ғой саған. Bir gün ustasına varıp, karıya varıp da bu yer jurt osılay деп жүр. Осы расында да сізге насып кеткен жоқ па деген не әңгімейді. Содан ана қари да ұстазы да пенде ғой. Ішіне не алып барады, ей Садыр, сен менен асу үшін сен ана сайтанның таңдайындағы теңгесін алуың керек. Содан Садыр келеді да күндіз түн оқиды. Ал тұрғызады, жаңбыр жауғызады, суды теріс ағызады, бір мезетте жылдың 4 мезгілін көрсетеді, оқи береді. Содан бір күндердің күнінде оқып отырып алды сайтан жапты. Қоймайсың ба? Әбден мазамдалдың. Содан оқи береді. Ақырында жаңағы сайтан жалына бастайды. Қойсаш, сен қойу үшін мен не істеуім керек деген неге келеді. Жаңағы сөзге. Сол кезде Садыр тоқтап айтады, ант ішті. Сайтан ант ішпейді екен. Ант ішсе мылтықсыз орындайсың. Содан ал іштім антымды. Не істейін дегенде. Жаңағы Садыр айтты. Қарқылдап тұрып бір күліп берді. Барымен күліп тұрды. Сөйтсе жаңағы Садыр алдан, сайтан алдан. Сол-ақ бары. Күлген кезде дейді. Таңдайындағы теңгесі жарқ етіп дейді. Садыр қағып алып ұлтараның астығына салған. Содан кейін Садырға сайтан жолы. Соны ана білмегендер айтады да, сайтанды алдаған Садыр. Жаман жағынан айтады да, сенің түс көшейін айна, сайтан. Абайларын айтты, сендер байқаңдар. Ол Садыр ата деген қасиетті адам. Төлгетай да тегін емес. Төлгетай Қылышты қожаның қызын алды. Жаңа болғанда атақты Қылышты қожаның. Қытайда сол қожаның қызын алды. Содан тараған ұрпақтар